Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен қазіргі уақытта хит болып жатқан тюльпан самсасының рецептісімен бөліскім келеді. Яғни қазақша мен бұл самсаны қызғалдақ самсасы деп атаймын. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз, оның үстіне тұз саламыз және қопсытқыш салып жақсылап араластырамыз. Және мұздатқыштан шыққан сары майымызды осылай үкіштің ірі бөлігінен ұн себе отырып өткіземіз. Сары май болмаса маргарин қолдансаңыздар да болады. Міндетті түрде мұздатқыштан шыққан болу керек, сонда үкіштен жақсы өтеді. Енді оны ұнмен бірге сары майымызды жақсылап қолдың көмегімен біріктіреміз. Міне осылай шығады. Енді оның үстінен қаймақ саламыз. Қаймақ салып, жақсылап қолымызбен қамыр илейміз. Бұл жерде енді қамырымыз кішкене қаттылау болуы мүмкін, өйткені біздің сары майымыз мұздатқыштан шыққан. Осылай жақсылап илеп, бетін салафанмен жауып, 20 минутқа тұндырып қоямыз. Және арасында осылай ашып, бір июын қандырып қойыңыздар. Міне біздің қамырымыз июі қанып дайын болды. Енді оны екі бөлікке бөлеміз. Және бір бөлігін шұжық тәріздес қолымыздың көмегімен осылай видеодағыдай ұзынша етіп жаямыз. Және оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Ол яғни самсаның үлкен кішілігіне байланысты, ол өз қалауыңызша. Мен осылай диаметрі 3 см болатындай домалақтап қамырларды жасап шықтым. Оның бәрін тақтайдың үстіне қойып, бетін салафанмен жауып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Осы аралықта біз салмасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға тартылған етімізді саламыз, оның үстіне пияз саламыз және бір дана картопымызды турап саламыз. Дәміне қарай тұзын салыңыздар. Мен қара бұрыш пен зира қостым. Ал сіздер өздеріңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Енді осыны қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштағы қамырларымызды аламыз. Жаюға бір данасын алып қалып, қалғанын бетін жауып қойып қоямыз. Жабыспас үшін кішкене ұн сеуіп жіберіңіздер. Енді осыны жаямыз. Барынша жұқа етіп жаямыз. Міне қамырымызды жайып болды. Енді оны пышақтың көмегімен видеодағыдай осылай бір шетін кесеміз. Ортасына салмасын саламыз. Және видеодағыдай қамырды айналдыра ораймыз. Және астыңғы бөлігін жақсылап бекітеміз. Ашылып кетпеу қажет. Міне дайын болды. Барлығын осылай жасап шығамыз. Тағы бір қамырымды жайып көрсетейін. Қамырымызды жұқа қылып барынша жайып аламыз. Пышақтың көмегімен шетінен кесеміз. Және ортасына салмасын салып, сол жерден бастап айналдыра орап шығамыз видеодағыдай. Астын жақсылап бекітіңіздер. Міне астын жақсылап бекіттім. Енді бұның барлығын пергамент қағаз төселген табамызға арасы 1 см-дей алшақтатып орналастырып шығамыз. Өйткені ол қазір піскенде тағы да көлемі үлкейеді. Барлығын орналастырып шыққан соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Және бетіне күнжіт себеміз. Менде осындай ақ және қара түрінен бар екен, екеуін де араластырып сүйіп шықтым. Және осы самсамызды
пеште 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне менің самсаларым пісіп шықты, өте әдемі және дәмді. Жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.